Федерал резерв жүйесі ешкімге тәуелді емес, жекеменшік орталық банк. Ол Америка ұлттық банкының функциясын атқарады, бірақ ақш билігіне тәуелді емес. Мысалы, 2010 жылы болған Bloomberg ақпарат агенттігі мен Федерал резерв жүйесінің арасында болған сот процесінде ұйым өзінің мемлекеттік мекеме еместігін, сонымен қатар ақпарат еркіндігі туралы заңға бағынуға міндетті емеспіз деп жариялаған болатын. Федерал резерв жүйесінің құрамына ірі қалаларда орналасқан 12 банк пен 3000-нан астам коммерциялық банк мүше. Федерал резерв жүйесі қаржыны қайдан алады? Федерал резерв жүйесі қаржыны еш қайдан алмайды, олар өздері басып шығарады. Егер ақш үкіметіне ақша керек болса, олар федерал резерв жүйесінен көмек сұрайды. Яғни, ақшта қаражат пайда болған сайын олардың қарыздары арта түседі. Демек, ақшаны жекеменшік корпорация шығарғандықтан америкалық валютаны ақштың жеке меншігі деп айтуға болмайды. ФРЖ-ның соңғы төрағалары 1979 жылдың шілдесінде ақш президенті Джимми Картер Пол Волкерді Федерал резерв жүйесінің төрағасы етіп тағайындады. Волкер ақша шығарылымын азайтып, қаржы саясатын қатаңдатты да инфляцияны 1%-ға дейін төмендетті. 1987 жылы оның орнын Алан Гринспен басты. Одан кейін 2006 жылдың ақпанынан бастап Федерал резерв жүйесінің төрағалық қызметіне Бен Барнанкин кірісті. Ал резерв жүйесінің қазіргі төрағасы Джанет Йеллен бұл қызметті 2014 жылдың ақпанынан бері атқарады. Басшылықты тағайындау. Федерал резерв жүйесінің президентпен тағайындалып, сенатпен бекітілетін 7 мүшесі бар. Ал кеңесті басқару үшін президент кеңеске мүшелер арасынан төраға мен оның орынбасарын 4 жылға тағайындайды. Теңгеге әсері қандай? Федерал резерв жүйесі мерзімді түрде пайыздық мөлшерлеме бекітіп отырады. Пайыздық мөлшерлеменің өсуі тек біздің емес, барлық елдің, әсіресе дамушы елдердің экономикасына әсер етеді. Федерал резерв жүйесі айналымындағы доллар әлемдегі ең басты резервті валюта екенін ұмытпаған жөн. Сондықтан федерал резерв жүйесі ақштың қаржы нарығын реттеу үшін не істесе де басқа елдерге тікелей әсер етеді. Пайыздық мөлшерлеме көтерілсе, доллар қымбаттайды. Бұл инвесторлар өз қаржыларын тәуекелі көп, табысы аз емес, нақты әрі тиімді жобаларға құяды деген сөз. Мұндай жағдай Қазақстан секілді дамушы елдер үшін кері әсер етеді. Айта кетейік, қазіргі кезде федерал резерв жүйесінің пайыздық мөлшерлемесі 0,2-0,25% шамасында.